Көктемнің жарқын мерекесі ұлыстың ұлы күні Наурыз мейрамы. Жыл өткен сайын бұл мереке елімізді мекендеген бүкіл халықтың, ұлт пен ұлыстың сағынып күтетін ортақ күніне айналып, жаңа мазмұнмен және жарасымды сән салтанатымен түрлене түседі. Аймақта да ақ түйенің қарны жарылған әз Наурыз дәстүр бойынша атап өтілуде. Тараз қалалық номер 6 бөбекжайда ұлыстың ұлы күні Наурыз мерекесі атап өтілді. Іс-шарада балабақша ұжымы мен ата-аналар комитеті ұлттық құндылықтарымызды дәріптеп, балаларға ерекше мерекелік көңіл күй сыйлады. Мекеме қызметкерлерінің айтуынша, бұл ұзақ уақыттан кейін ұйымдастырылып отырған кең көлемді жиын. Басты мақсатымыз біздің қазақ халқындағы ұлттық Наурыз мейрамымыз жыл басы тойлауды көрсету, және де осы жыл басында салт дәстүрлерімізді, ұмыт болған салт дәстүрімізді, тал егу салт дәстүріміз бар, тұсау кесу бар. Солардың барлығын жаңғыртып, балалардың бойына сіңіре білу, сол балаларды келешекте ұрпағымызды тәрбиелей білуге, бойларына қазақи қабілеттерімізді, өзімізді мақтан ететін барлық ерекшеліктерімізді бойына сіңіру болып табылады. Ата-аналармен көмегімен ұйымдастырылды. Және де ұлыс оң болсын дейміз, бәріміз де жаңа жылмен құттықтағымыз келіп отыр. Наурыздың дәстүрлі тағамы наурыз көже әзірленіп, салт дәстүрімізді дәріптейтін асық ойыны, арқан тарту, жүн түту мен жіп иіру және тұсау кесер секілді ұлттық ойындар мен салт дәстүріміз көрсетіліп, балалар ән айтып, ата-аналар қауымы ізгі тілектерін жеткізді. Ұлттық наурыз көжесі, тамақтары, неше түрлі нәрселерінің бәрін көрсетті. Осы балабақша ұжымына айтар тілегім аман есен болсын. Жиын соңында үлкендер ақ батасын берді. Біз қиялап, періштелеріміз жиялап, наурызымыз келесі наурызға аман есен ойнап жетейік. Әумин. Аруна Айнұрлан, Нұртай Ыбырай, Мұхтар Әлішев, Аймақ.